Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ағаш отырғызамыз. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Будем учиться отвечать на вопросы по прочитанному материалу. Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша ақпараттың дұрыс не бұрыс екенін анықтау. Будем определять по прочитанному материалу правильная информация или неправильная информация. Ал енді бүгінгі күннің жаңа сөздері. Күрек, лопата, қазады, копает, отырғызады, сажает, қояды, поливает, ұстап тұрады, держат. Күрек, қазады, отырғызады, қояды, ұстап тұрады. Обратите внимание на произношение этих слов. Күрек, жіңішке сөз, мягкое слово. Қазады, жуан сөз, твердое слово. Жақсы, балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Запишите слова в словарь. Ал енді жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Күрек, күрек, қазады, копает, отырғызады, сажает, су қояды, поливает, ұстап тұрады, держат, ұстап тұрады. Жақсы, балалар, есте сақта, грамматика, жүктік жалғау, личные окончания. Жекеше, в единственном числе, мен ағашқа су құямын. Я буду поливать дерево. Сен ағашқа су құясың. Ты будешь поливать дерево. Ол ағашқа су құяды. Он или она будет поливать дерево. Көпше, множественное число. Біз ағашқа су құямыз. Мы будем поливать дерево. Сендер ағашқа су құясыңдар. Вы будете поливать дерево. Олар ағашқа су құяды. Они поливают дерево. Жақсы, балалар, обратите внимание, глагол у нас твердый, значит, присоединяется твердое окончание. Мын, сын, ды, мыз, сыңдар, ды. Күрекпен қазады. Немен қазады? Чем копают? Күрекпен. Обратите на вопрос не мен. Корень вопроса не, окончание мен. Не мен, күрекпен қазады. Жақсы, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Тыңдалым. Мәтінді тыңда, қайтала, оқы. Біздің отбасымыз үлкен. Біз ағаш отырғызамыз. Атамыз бен әкемізге көмектесеміз. Атам мен әкем күрекпен қазады. Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Мен ағашқа су құямын. Тағы бір мәрте оқимын, тыңдаңдар. Сурет арқылы аударамыз. Ребята, еще раз прочитаем. С помощью иллюстраций попробуйте сами перевести текст. Біздің отбасымыз үлкен. Біз ағаш отырғызамыз. Біз ағаш отырғызамыз. Атамыз бен әкемізге көмектесеміз. Мы помогаем дедушке и папе. Атам мен әкем күрекпен қазады.
күрекпен қазады. Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Інім, қарындасым ағашты ұстап тұрады. Мен ағашқа су құямын. Мен ағашқа су құямын. Жақсы. Балалар, ребята, я надеюсь, вы перевели текст с помощью иллюстрации. Енді мәтінді түсініп оқысаңдар, келесі тапсырмаға көшейік. Айтылым. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы по тексту. Отбасы қандай? Семья какая? Олар не отырғызады? Что они сажают? Атасы мен әкесі не істейді? Что делают отец и дедушка? Інісі мен қарындасы нені ұстап тұрады? Что держат брат и сестра? Ол неге су құяды? Что он поливает? Это задание вы мне отправляете голосовым сообщением. Келесі тапсырма. Анықта. Ақпараттың дұрыс не бұрыс екенін анықта. Определи, информация правильная или неправильная. Балалар, ақпараттың дұрыс не бұрыс екенін анықтау үшін мәтінді тағы бір рет қайталап оқыңыздар. Мына берілген сөйлемдерді мәтіндегі сөйлемдермен салыстырыңыздар. Ребята, чтобы определить информацию, правильная или неправильная, вам нужно еще раз прочитать текст и сравнить эти предложения с предложениями в тексте. Жақсы, балалар, енді тексеріп көрейік. Давайте проверим, вы справились или нет. Олардың отбасы кішкентай. Бұрыс. Олар ағаш отырғызады. Дұрыс. Атасы мен әкесі күрекпен қазады. Дұрыс. Ол ағашқа су құйған жоқ. Бұрыс. Жазылым. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Желтоқсанның 11-і ағаш отырғызамыз. 3-ші тапсырма 120-шы бет. Төмендегі сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп сөйлем құра. Приведи слова в соответствие по значению и составь предложение. Запиши их. Үлгі. Менің отбасым үлкен. Менің отбасым үлкен. Моя семья большая. Точно так же составляйте остальные 3 предложения. Жақсы, балалар. Кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.